1977 жылы Voyager 1 ғарыш зонды жер-ай жүйесінің алғашқы суретін 1,6 миль қашықтықтан түсіреді. 1979 жылы ол Юпитердің серігі Ионың жанынан ұшып өтіп, оның бетінде вулкандық белсенділікті ашады. 1980 жылы Сатурнның жанынан ұшады. 2012 жылы Voyager бір күн жүйесінен шығып, жұлдызаралық кеңістікке енеді. Ал жерде американдық сарбаздар тобы қауіпті соғыс аймағында миссияда жүр. Екі жау оларды тосыннан ұстамақ болады, бірақ сарбаздар тез әрекет етіп оларды жояды. Алыстағы жарылыстардың дауысы естіледі, топ қозғалысын жалғастырып, жақын келген жауларды өлтіреді. Олар баспалдақпен балконға шығып, мергендер жоғарыдан жауларды ата бастайды. Қалған топ ғимаратты іздеп, жолда кездескендерді өлтіреді. Ондаған адам мейірімсіз құлайды, ғимарат тазартылады. Содан кейін топ көшеге шығып, қала үстінен ұшқан ұшақтарды көреді, жауларды өлтіруді жалғастырады. Бірақ бұрышта оларды толық жау отряды күтіп тұр. Топ шабуылдап атысқа қосылады, бірақ қанша жау құлатса да, отряд тым үлкен, жеңіске мүмкіндік жоқ. Олар шегінуді шешеді, бірақ артқа қарай жүргенде бір сарбаз оқ тиіп, Роуди оны көтеріп алады. Ешкім атысты тоқтатпай, қақпаз деп, жауларды өлтіріп жүгіреді. Роуди досының жарасын емдегісі келеді, бірақ өзін қорғау үшін атуға мәжбүр. Жараны қайта тексергенде сарбаз өліп кеткен. Тағы бір жау отряды келіп, топ көшедегі соңғы бұрышта қоршалады. Олар радиомен көмек сұрайды. Кенет аймақ қараңғыланып, аспанда қалың бұлттар арасында қызыл жарық пайда болады. Екі топта таңғалып, жарықтан бір түрлі машина шығады. Ол сәулемен бір соққыда бүкіл жау отрядын жояды. Жарық аққа айналып, бірнеше секунд зарядталып, қатты кернеу шығарады. Найзағай американдық сарбаздарды соғып, оларды машинаға тартады. Онда жат планеталық оларды эксперимент үшін байлайды. Сарбаздар соңғы шайқастағы естеліктердің жарқылдарын көріп, естерінен танып қалады. Біраз уақыттан кейін топ бір түрлі құрылғыда мұздатылған. Кенет машина өшіп, сарбаздар шығарылады. Олар өкпесіндегі сұйықтықты құсып, қалпына келеді. Джакс бұл стазис шайыры екенін, тез еруі керектігін біледі, бірақ бұл білімнің қайдан келгенін түсінбейді. Топ қайда екенін білмейді, оларды орыстар немесе қытайлар ұрлаған болар деп ойлайды, бірақ машиналардағы жазу жердік емес. Рейс олардың аты жөні мен бөлім белгілері жазылған тақтайшаны табады, бірақ неге білетінін түсінбейді. Олардың қарулары толтырылған, соңғы естері көшедегі атыс пен найзағай. Көшбасшы Келли ұрлаушы таппай тұрып, жүру керектігін айтады. Дәліздің соңында үлкен дөңгелек есік бар, бірақ түймені басу оны ашпайды. Сарбаздар бірігіп, есікті қолмен ашады. Тағы бір дәлізден кейін екінші есікті табады, ол рельсінен шығып бүлінген. Роуди қабырғадағы желдеткіш қақпақты байқап, рейсті зерттеуге жібереді. Рейс шамды аузына алып, желдеткіш арқылы өтіп, жарығы бар жалғыз жолды таңдайды. Ақыры басқа қақпақты тауып, бүлінген есіктің арғы жағына шығады. Топқа хабар беріп, олар да желдеткіш арқылы қосылады. Есіктің жақынан қарағанда күйіктер мен соққы іздері бар, біреу ішке кіруге тырысқан сияқты. Бұл жер лабиринтке ұқсайды, Неш мұны құпия суасты түрмесі деп ойлайды. Кенет оғаш дыбыстар естіледі, олар зерттеуді жалғастырады. Келесі дәлізде еденде қан ізі бар. Қабырғада қуаттың істен шыққанын көрсететін қысқыш бар, яғни бұл жер өліп жатыр, сондықтан машина өшіп, олар босатылған. Келесі бөлмеде еденде тұман, рейстің бетіне қан тамшысы түседі. Жоғары қараса, аяқтарынан ілінген бассыз денелерді көреді. Келли гипс пен рейсті келесі бөлмеге алып барады. Онда тағы бір кесілген дене үстел үстінде ілулі, және қолын кісендеген Робби есімді әйел оянады, басқа тілде сөйлейді. Сарбаздар Ричакты тартып, оны босатады. Сол сәтте гипстің алдында үлкен тырнақты жат планеталық пайда болып, оны ұрып, лақтырып жібереді. Алдыңғы бөлмеде Неш бір түрлі қару табады. Үш сарбаз шуды естіп, достарына көмектесу үшін ата бастайды. Қалыпты оқтар жау бронеуына әсер етпейді, жат планеталық үшеуін бір соққымен құлатады. Келли атуға тырысқанда, жат планеталық қаруын тартып алып, оны мойнынан ұстап, лақтырып жібереді. Джаксқа шабуылдағанда, Неш Роудиге бір түрлі қаруды беріп, ол оны іске қосып, жат планеталықты құлатады. Олар оның өлді деп ойлап, жақын барады, бірақ жат планеталық айғайлайды.
Робби келіп, оны өлтіреді. Ол түсініксіз сөздер айтып кетеді. Гибстің өлгенін көріп, топ Роббиді ертіп келесі дәлізге барады. Келли Роббидің тілінде сөйлеп, оны таңғалдырады. Жақын жерде тағы бір жат планеталық пайда болып, Келли ата бастайды, басқаларға қашуды айтады. Жат планеталықтың лазерлік қаруы Роббиді құлатады, оның командасы да пайда болып, ата бастайды. Сарбаздар Роббиді көтеріп қашады. Келесі дәлізде қақпа тауып, Робби рычагты тартып, есікті жабады. Келли пышақты есікпен қабырға арасына қыстырып, оны кептеліске айналдырады. Джакс пен Роббиге шығу жолын табуды айтады. Жат планеталықтар есікті ұра бастайды, топ артқа шегінеді. Джакс пен Робби кабельдерге толы тесік тауып, желдеткішке жетеді. Рейс басқаларға еріп, артында алаңдатушы болып қалады. Есік ашылғанда Рейс бірінші жат планеталықты құлатады, есік қайта жабылады. Бірақ жат планеталықтар есікті бұзып, оған қарай жүреді. Рейс тесікке жүгіріп, желдеткішке жеткенде, жат планеталық аяғынан ұстап тартып алады. Екінші жат планеталық ішке қарағанда, Роуди оның басын жарады. Топ шығу жолын тауып, металл арқалықтарды итеріп, бөлмеге кіреді. Рейстің өлгенін естіп, Нэш жат планеталықтарды көргеніне айғайлайды. Келли оны тыныштандырып, Роудиден лазерлік қаруды қалай қолданғанын сұрайды, бірақ Роуди есіне түсіре алмайды. Джакс Роббидің жарасын емдегісі келеді, бірақ ол өзін жақсы сезінетінін айтады. Келли Роббидің орысша сөйлегенін аударады, бірақ неге түсінетінін білмейді. Робби оларды ұйқыдағылар деп атап, жат планеталықтар екенін растайды. Олар ғарыш кемесінде екенін айтып, қауіпсіз жерге бару керектігін ескертеді. Нэш қорқып, Роуди оны тыныштандырады. Робби қозғалу керектігін ескертеді. Рейсті жат планеталықтар кесіп, құрылғымен оның естеліктерін оқиды, топ туралы бәрін біледі. Жат планеталық бүлінген есікке жетіп, білезіктегі құрылғыны іске қосады. Робби тыртықты жат планеталықтың көшбасшы екенін, ондаған монстрдың оған көмектесетінін айтады. Қабырғаларда қозғалыс сенсорлары бар, жат планеталықтардың мақсаты тамақ алу. Келесі бөлмеде олар мыңдаған жарықтармен қоршалған көпірде тұрады. Джакс жарықтардың шам емес, ішінде денелері бар капсулалар екенін анықтайды. Робби оларды ұйқыдағылар деп атап кетуді ұсынады. Келесі дәлізде демалып, Келли Роббидің таңғышын ауыстырады. Олар соғыс алдындағы өмірлері туралы әңгімелеседі, Келли ажырасқан әке екенін айтады. Нэш жат планеталықтарды демондар деп, библиялық апокалипсис болып жатыр ма деп ойлайды. Олар контейнерлерге толы ангар табады. Робби бұлардың жерден ұрланған заттар екенін айтады. Роуди жат планеталықтардың шабуылдамағанын оғаш деп, оларды қоршауға дайындалып жатқанын болжайды. Келли шайқасуды жоспарлайды, Робби қарсы болса да. Джакс шем болуды ұсынып, дәлізде ән айта бастайды. Жат планеталықтар оның даусын естіп қуады. Джакс атып, оларды ашуландырып, ангарға тартады. Соңғы нүктеге жеткенде, Нэш мерген орнынан бір жат планеталықтың басын атады. Топ жауларды қоршап, бір-бірлеп өлтіреді. Робби тым оңай болғанын, тұзақ болуы мүмкін екенін айтады. Сол кезде тағы бір жат планеталық отряд кіреді. Топ атады, бірақ Нэштің оқтары да қалқандарға тиімсіз. Бәрі қашады. Нэш контейнерден контейнерге секіріп, топқа қосылады. Олар есікке жүгіреді, бірақ Джакс арқасынан оқ тиіп өледі. Нэш кек алу үшін өлтірушінің басын атады. Төрт аман қалған дәлізге шығып, атысып, қақпа арқылы қашады. Олар сүйектер мен шіріген етке толы бассейнге түседі, иіс бәрінің жүрегін айнытады. Нэш қайта қорқып, Келли оны тыныштандырады. Жоғарыдан дауыс естіледі. Робби анасы Аняны көріп таңғалады. Аня арқан лақтырып, Роббиді құшақтайды. Сарбаздар да арқанмен шығады. Келли Аняның орыс сарбазы екенін байқайды. Аня оларды сенсорлардан аулақ ұстап, жертөлеге апарады. Онда қабырғалар өнермен безендірілген. Аня олардың трофей бөлмесіне шыққанын, машина істен шыққаны үшін босатылғанын айтады. Ол уақытты есептемейді, бірақ 20-30 жыл болғанын болжайды. Робби кемеде туған. Аня Voyager 1-дің жерге достық жат планеталықтарды шақыру картасын қамтығанын, бірақ зұлым жат планеталықтардың оны тауып, басып алғанын айтады.
Олар әлемнің ең мықты әскери стратегтерін ұрлап, адам миына қосылған құрылғылар мен ақпарат жинаған. Сарбаздар ондаған жылдар бойы мұздатылған, олардың түстері жат планеталықтардың соғыс ойындары. Бұл байланыс екі жақты болған, сондықтан сарбаздар кейбір білім алған. Аня мұны сыйлықтар деп атайды. Бұл кеме соғыс олжаларын жат планеталықтардың планетасына апарады. Роббидің әкесі реакторды бұзып, машиналардың істен шығуын тудырған. Аня әдетте ұйқыдағылармен бөліспейді, бірақ оның командасы диверсия кезінде өлген, енді оған сарбаздардың көмегі керек. Аня жат планеталықтардың сөздерін естіп түсінеді, олар байланыс релесін жөндеуге тырысып жатыр. Егер олар өздерінің планетасына хабарласса, тағы жат планеталықтар келеді. Сарбаздар демалып, Неш үйге қайтпайтынын айтады. Келли қызының суретіне қарап, оның 40-та болуы мүмкін екенін ойлайды, Роуди де балалары туралы ойлайды. Топ Анямен жоспар құрады. Шамамен 2 жат планеталық қалған, тыныштық орталығы жоғарғы палубада, онда олар күшті. Желдеткіштер оларды сол жерге жеткізеді, бірақ жат планеталықтар бірден байқайды. Аняда жарылғыштар бар. Топ желдеткіштер арқылы жоғарғы палубаға жетеді. Роуди мен Келли жат планеталықтарды алаңдатуға, Неш пен әйелдер жарылғыштарды орнатуға келісті. Аня Келлиге қалқан қолданатын ұрланған білезік береді. Нештің тобы басты бөлмеге жетіп, балконнан күзетшілерді бақылайды. Келли мен Роуди қанды сенсор тауып, тағы бір сенсор іздейді. Жат планеталық білезігінде дабыл алады. Келли сенсорды атып, жауларды мазақтайды. Басты бөлмедегі күзетшілер шақырылады, Нештің тобы шығады. Неш күзетіп, әйелдер жарылғыштарды орнатады. Келли мен Роуди жаулар келгенде жасырынып, оларды артынан атады. Көмекші жат планеталықтар атысып, Келли қалқанды іске қосады. Бір жат планеталық өз әріптесін қалқан ретінде пайдаланып, алға ұмтылады, екеуі басқа дәлізге қашады. Жат планеталық білезігінде бірдеңе байқап, командасының жартысын басқа бағытқа жібереді. Аня жат планеталықтардың келе жатқанын естиді, Келли мен Роуди де ескертеді, бірақ трионың қашатын жолы жоқ. Келли есіктен өтіп, Роудиге басқаларды құтқаруды айтып, есікті жабады. Роуди лазерлік қарумен атып, қуаты таусылғанда қалыпты қаруға ауысады. Жат планеталық оны қалқан арқылы көтеріп, қабырғаға ұрады. Роуди 2 гранатаны лақтырып, дәліздегі жарылыста өзімен жат планеталықтарды өлтіреді. Басты бөлмеде екінші жат планеталық отряд келеді. Адамдар атысып, біразын құлатады, бірақ қалқанмен келгендер көбейеді. Аня Роббиді қашуға жіберіп, Нешке оны қорғауды айтады. Үлкен жат планеталық Аняны атып құлатады. Робби анасы үшін жылап, Неш оны сүйреп алып кетеді. Аня детонаторды іске қосып, бөлме мен машинаны жарып жібереді. Дәлізде Неш жат планеталықтарды көріп, Роббиді қақпаға жасырады, ән айтып, жат планеталықтарды өзіне тартады. Ол көптеген жат планеталықты атып, аман қалуға бел буады. Робби дыбыстар тоқтағанда шығып, жат планеталықты көреді. Келли адамдарға толы камералар тауып таңғалады, бірақ жат планеталық оны есінен танытады. Келли қызының жерде бақытты екенін армандайды, бірақ жат планеталықтар оны ұрлап кетеді. Оянғанда ол камерада, Робби көрші камерада басқалардың өлгенін айтады. Жат планеталықтар Келлиді мойнынан ұстап қабырғаға итеріп, үстелге іліп, пышақпен ұруға дайындалады. Сол сәтте Неш үстелдің ішінен шығып, жат планеталықтың басын атады. Екеуі дәлізде жат планеталықтарды өлтіріп, камераларды ашып, тұтқындарды босатады. Неш лазерлік қарумен жат планеталықтарды атып, есікті жабады. Жат планеталықтар қуғанда топ қабырға артына жасырынып атысады. Оқтары таусылғанда Неш гранаталар белбеуін лақтырып, Келли есікті жауып, жарылыстан қорғайды. Неш жеңісті тойлап есікке сүйеніп тұрғанда, жат планеталық көшбасшы пышақпен ұрады. Келли Роббиге қашуды айтып, жат планеталықты мазақтап, назарын өзіне аударады. Ол пышақпен шайқасып, жат планеталық оны бірнеше соққымен құлатады, тіпті төбеге лақтырады. Жат планеталық қалқанын іске қосып Келлиді ұрады. Келли жат планеталық есіктен өткенде, есікті жауып, оны өлтіреді. Роббимен қайта қауышқанда ол қорқып, шығудан бас тартады. Келли алға шығып, жердің қираған шөлге айналғанын көреді.